Бүгін біздер үй жағдайында балмұздақ дайындайтын боламыз. Егер каналым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Балмұздағымыз өте дәмді, керемет, ауызда еритін болады. Ол үшін бізге творожный сыр керек болады, сливки және сахарный пудра. Ең алдыменен ыдысымызды аламыз. Оған сливкиімізді құйып аламыз. Сливкиімізді құйып болғаннан кейін жақсылап миксерменен араластырамыз. Миксерімізбен араластыра отырып, үстіне аз-аздан сахарный пудрамызды саламыз.